Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді тіске басар брускетті дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпа. Багетімізді турап алған соң 180 градуста 10-15 минут қызартып аламыз. Содан соң салмасын дайындаймыз. Салмасына салат жапырағы, қияр, қызанақ, тауық еті және де сыр қажет. Барлығын турап алып, ыдысымызға салып, үстіне тұз, бұрыш қосып, кішкене сұйық қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Ескеретін жай, тұзымызды көп қоспаймыз, себебі қызанағымыздың суы шығып кетуі мүмкін. Біздің салмамыз дайын. Салмамызды орналастырып шығамыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.